Hayırlı taң. Арманды садикке дайындадым. Қазір не келеді, развозка келеді, звондайды, үйдің қасына келген кезде. Сол кезде шығамыз. Да, Муся? Мына қыз да енді оянды. Шашқа қарайсыз. Менің қызым енді оянды. Өзінің несінен оянады, таңғы 6:30-да міндетті түрде, сосын еміп, Арманның кроватында ұйықтап қалады. Сондай қыз. Бисмиллах дей күнді бастадық. Бүгінгі күніміз сәтті болсын. Oyuncakları şaşıp. Baba. Baba. Anne. Baba. Anne. Öp anne. Anne. Öp anne. Anne. Oynap otur beni. Öp anne. Şimdi balık. Tişu. Baba. Ой, неге залды кішкене реттеп алдым. Балалы үй деген осындай ғой. Барлық жақ шашылып. Мынау тамақ ішетін столдың үсті мыналардың кәдімгі сурет салатын орны. Өздерінің бөлмесінде вообще отырмайды. Кішкентай стульчик алғанбыз кәдімгідей. Оған да отырмайды. Осы жерде отырады. Мынаның үстінде, мынандай негізі мен ұнатпаймын, онша покрывалды не дейді, диванға. Жолдасым сонша ақша алғаннан кейін давайте жабайық үстін деп жауған. Мынаның да жартысына дейін ғана келіпті, мына жағына онша келмейді. Тым үлкен келді мынаған. Мына диван кішілеу. Мынаған ештеңе жапқан жоқпын. Енді жерді сыпырып, болды, жуып шығамыз. Мына кісі Look of the day. Мандарин жеп жүр. Мандарин жеген кезде осындай не кигізіп қоймасам, үстінің бәрін бүлдіреді. Біздің жұмысымыз осы ғой, таңертеңнен кешке дейін. Мына жерді жина, мына жерді жина, жу, тамақ дайында. Шүкір Аллаға, балдарымыз аман болсын. Ой, жинастырып барлық жерді болдық. Қазір бізде сағат 11-ден 11 минут өтіп жатыр. Таңғы асымызды дайындап алдық. Мына жерде каша бар бізде. Мынау сыр мен нан, жұмыртқа. Мынау кеше өзім жасаған наным, көрдіңіздер ме? Магазиннің наны сияқты. Өзім қолдан пісірген наным. Бізге ас болсын. Қызымызбен қазір осыларды жейміз, шай ішеміз артынан. Мына жерде чия бар, тыкваның семечкасы бар, пайдалы. Мен камераны ашқан кезде жемей қалады ғой. Апеше жеп тұрған бала. Ойыншықтарын былай қой, же. Оны мен емес, бала өзінің қасығым. Аферін сәл. Молодец. Негізі Арманға қарағанда дежінсі өтіп жақсы жейді. Арман вообще санаулы ғана жейтін несі бар, соны ғана жейді.
Тамақ берсем ужасно дейді ғой. Қайдан үйреніп алған? Ужасно дейді. Чего? Saat 2'den өтіп жатыр, дермісін. Бала шағамыз деп мені алып шығып жатыр. Мына жерде аяқ киімдер тұратынын біледі. Осыны ашып аяқ киімдерін шығарып, кетеміз деп мені деген қолынан сүйреп алып келді. Сумкасына қараса, рюкзагына. Көрсетші, Денису, рюкзагымды көрсет. Дерейін. Мен де бұны аяғыма, мынандай етігімді кидім, лассинамды кидім. Осы курткамды биыл алдым. Өткен жыл алғым келіп жүрген биыл. Осыны алды. Шығып бара жатырмыз біз. Дерейін. Қалай мı çıkacaksın? Çık. Yavaş. Oy. Aferin sana. Kumbalda futbol oynап жатыр. Ерімсі екеуміз қарап отырмыз. İstanbul'da жаңбыр жауып жатыр 3 күннен бері, сондықтан да сағынайтын барлық жерлердің бәрі су. Мына жақта качеля кішкене ұштық. Қазір сағат бізде 3, сағат 4'те Арман келеді, сол Арман келгенге дейін осылай отырамыз, сосын Арманды алып үйге кіреміз. Қызығып қарап тұр, ішіне кірем дейді, ерінсі. Кіргізген жоқпын. Қатты тебет, топ басына келмесін деп. Biz үйге келдік, қазір сағат 3:30, Арман садиктен келгенге дейін пирог жасайын деп жатырмын. Лимонный пирог, мінекей бір лимонды мынандай неден өткіздім. Лимонның суы. Лимонның қабығын мен тастамаймын. Любой нәрседе қолдануға болады. Үйдің полын жуған кезде прям ыстық судың ішіне лимонды салып, сол ыстық сумен үйді жуып шықсаңыздар, үйдің ішіне лимонның иісі аңқып тұрады прям. И сосын тағы бір не, кәдімгі посуда жуатын машинаның ішіне салып қойсаңыздар да болады. Сол кезде посуда иісі прям күшті болып тұрады. Вот, енді мына жерде 3 жұмыртқаны қостым, сосын мынадай 200 граммдық стакан, осындай стаканды қан қостым неке. Қазір осыны жақсылап көпіртіп, артынан сүтті. Сосын осы стаканда жарты стакан сұйық май, кәдімгі сұйық майды қосамын да, тағы араластырып, ванилин, разрыхлитель қосам, ұн қосам, потом лимонның соғын қосып, мынау неге қауыпқа құятын болам. Осында пирог болады бүгін бізде. Пирогымызды уже мынаған жайғастырдық. Осындай бір масса болды. Енді қызық жері, менің жолдасым мынандай üzümмен жақсы көреді пирогты ше. Ал Арман, бізде Арман бей üzümмен жемейді. Сондықтан да мен осы жартысына ғана üzüm қосам. Жартысына қосам, сосын üzümмен піскен жағын жолдасым мен жеймін. Ал üzümсіз жағын Арман бей жейді. Сондай бір қызық жағдай біздің үйде. Üzümді көрсе Арман жемейді, ужасно деп. Вот, қазір үстіне осылай кішкене араластырып жібереміз. И сразу духовкаға. Арман келгенге дейін пісіп дайын тұрады. Піскеннен кейін көрсетемін сіздерге тағы. Қазір мен жуылған посудаларды шығардым, үшін босаттым. Бағана айтқандай, посуда жуатын машинаның ішіне осылай лимонды қойып қойсаңыздар болады. Бір рет жуылып шыққан кезде посуданың ішінде жаман иіс болмайды да. Вот. Или болмаса мынау қасық қоятын жерлерге қойсаңыздар да болады. Дересу, мен бірдеңе істесем осылай айғайлайтының не қызым? Арман бей келді, сағат бізде 4-10 минут өтіп жатты қазір. Келе сала, қаным ашты деп. Мен де как раз осы кезде қаным ашып
Кешегі тамақтан қалғанды жылытпам. Осыны жеп отырғам. Мынау гарнир, күріш. Мынада етпен кешегі Арманда мына жерде йогурт. Біздің сөзбен қатық ішіп отыр. Өзіміз қолдан жасаймыз. Көп нәрсе бізде қолдан. Нағыз нәрсе шашып бітішін шығарып отыр ғой. Үші жылап отыр. Арман? Арман, merhaba. Неке біздің пирогта пісті. Осындай керемет бір пирог. Пісіп шықты, жарты сағатта пісті пирог. Вот некен üzümмен осындай пісті. Іші сары, мына жақтан освещенияда не істеп тұр. Мынау сары іші лимон қосқаннан кейін. Мына жағы üzüm қоспаған жағы, мынау üzüm қосқан жағы. Ыстық. Сосын балдарға кесіп беремін. Мына жерде кішкене пирог, сосын кешегі пидеден ысыттым, қойдым. Мына жерде кофем бар. Сағат бізде 5-ке 10 минут бар. Барлық шаруаларды бітірдік. Енді мына кісілер пирог жеп отыр. Күшті ма, Арман? Дәмді ма? Иә де. Арман, иә де? Дәмді. Өте дәмді. Молодец, жарайсың. Дери. Олдан жақты жеп отыр. Жандарым сол. Папасы келгенге дейін, папалар келгенге дейін осылай отырамыз. Қазір мына жерде Netflix'тен бірдеңе ашамыз. Мынау жерде Арманның несі бар. Кроватына жабатын атын ұмытып қалдым ғой. Құрғататын машина бар. Ол жерде киім құрғап жатқан. Сосын артынан нан жуған еді. Просто так осылай есіктерге іле салдым. Қазір Netflix ашып, Netflix'тен бірдеңе қараймыз кино.
Dostlar, бүгінгі видео осымен тәмам. Енді қызықты нәрселер көп болмаса да, бүгінгі өткізген күнімізді қысқаша видеоға түсірдім. Менің балдарым уже айғайлап бір-бірімен ұрысып бастады. Қатты ұрыс төбелеспей болмай тұрған кезде мен сіздермен қоштасайын. Менің видеомды қарағандарыңыз үшін рахмет үлкен. Барлықтарыңызға рахметімді айтамын. Қош сау болыңыздар.